Мен Лаура Маратқызы, 23 қалалық емханада эндокринолог дәрігер болып 2014 жылдан бері жұмыс жасаймын. Эндокринология ол эндокринді бездердің бұзылуынан туындаған ауруларды зерттейтін мамандық. Қазіргі таңда эндокринологиялық аурулардың ішінде ең көп тараған түрі қант диабеті. Қант диабеті елімізде күннен күнге көбеюде. Біздің емхана бойынша қант диабетімен есепте 1353 науқас тұрады. Оның ішінде 18 жасқа дейінгі науқастар саны 17. 1152 науқас қант диабетінің екінші типімен есепте тұр. Әрбір науқасқа жеке ем түрін тағайындау қажет. Сонымен қатар біз әрбір науқасқа тамақтану түрін, дәрілерді қай уақытта қалай ішу керектігін және де инсулин алатын науқастарға инсулинді қалай салу керектігін түсіндіреміз. Өзімнің жұмыстан тыс уақытымда білімімді дамытуға арнаймын, семинарларға, конференцияларға қатысамын. 2023 жылы тәлімгерлік программасы бойынша семинарға қатыстым. Ол жерде Қазақстан Республикасы бойынша эндокринолог дәрігерлер жиналды. Бәріміз бір-бірімізбен тәжірибемізбен бөлістік. Біз еліміздің ең үздік эндокринолог тәлімгерлерінен білім алдық. Менің мақсатым қант диабетімен ауыратын науқастардың ұзақ, асқынусыз және де сапалы өмір сүруі.